Кайырлы күн. Бүгін миндаль қосылған печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 150 грамм сары май қажет. Оған 50 грамм қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және де 3 жұмыртқаның сарысын 2 бөліп қосамыз. Бөлек ыдысқа 230 грамм ұн, оған 20 грамм миндаль ұнын қосып, 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және де жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне дәл осындай болуы қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 40 грамм сары май, 60 грамм қант және де 60 грамм кілегей, 40 грамм бал қосып, бәрін баяу отқа қойып қайнатамыз. Нанымызды міне дәл осылай пергамент қағазын екіге бүктеп, арасына салып, сыртынан оқтаумен тегістеп жайып аламыз. Шанышқымен тесіп, 180 градуста пешке 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Карамель түстес болуы қажет. Үстіне миндальный лепестки дейді, миндаль жапырақтарын салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне толық төсеп, жақсылап жайып шығамыз. Жасалуы оңай, әрі тез, дәмі өте керемет. Миндаль печеньесі дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.